Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мәңгілік футбол. Бүгінгі күннің басты жаңалықтары. PSG Мбаппенің орнына Холландты сатып алғысы келеді. Криштиану Роналду Манчестер Юнайтедке ауысты. PSG Манчестер Ситидің жалғыз шабуылшысы Габриэл Жезусты сатып алғысы келеді. Ман Сити жұлдызы Бенджамин Менди адам зорлау айыбымен қамауға алынды. Және тағы да басқа жаңалықтар. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Олай болса бастаймыз. 20 жасар Шалкенің ойыншысы Жан Боздан Бешикташқа 1 жылға сатып алу опциясымен жалға берілді. Ойыншы өткен маусымда 17 ойын өткізіп, 2 нәтижелі пас берген. Джанлуко Ди Марсионың хабарлауынша, Ювентус Мауро Икардиді сатып алуға тырысып көреді. Камал Сова Лестер сапынан бельгиялық Брюгге сапына ауысты. Трансфер құны 8 миллион евро. Келісімшарт 2025 жылдың соңына дейін. Өткен маусымда ол бельгиялық Левенде командасында жалға беріліп, 36 матч өткізіп, 8 гол және 6 нәтижелік пас берген. Мусо Сисако Тоттенхэм сапынан Уотфорд командасына ауысты. Трансфер құны 5 миллион фунт құрайды. Келісімшарт 22-23 маусымның соңына дейін. 27 жастағы қорғаушы Баба Абуд Рахман Челси мен келісімшартын 2022 жылдың соңына дейін ұзартты. 2015 жылы Челси оны Аусбургтен 26 миллион евроға сатып алған. 18 жастағы Месси жартылау қорғаушысы Пап Матар Сара Тоттенхэм сапына ауысты. Трансфер сомасы 15 миллион евро. Атлетико Мадрид PSG жартылау қорғаушысы Пабло Сарабиді сатып алу ойынан бас тартты. Енді ойыншыны сатып алу үшін Реал Сосьедад ұсыныс жасап көреді. Енді басты жаңалықтар. PSG Мбаппенің орнына Холландты алғысы келеді. Клуб Роялмен хабарласып үлгерді. PSG осы жазда Реал Мадридке ауысуға жақын Килиан Мбаппенің орнына Боруссия Дортмунд шабуылшысы Эрлинг Холландты сатып алуға тырысады. Зе Телеграф басылымының хабарлауынша, PSG өкілдері трансферлік терезе жабылғанға дейін бірнеше күн ішінде ойыншыны сатып алуға болатынына сенімді. PSG Реалдан түскен ақшаны Холландты сатып алу үшін қолданады. Париждіктер қарастыратын тағы бір нұсқа Эвертон шабуылшысы Ричарлисонмен келісімшартқа отыру. Дегенмен ағылшын клубының жаттықтырушысы Рефа Бентес бразилиялықпен қоштасқысы келмейді. Криштиану Роналду Манчестер Юнайтедпен келісімге келді. Енді ойыншы тек медициналық тексеруден өту ғана қалды. Футболшы клубпен 2023 жылдың жазына дейін келісімшартқа отырды. Трансферлік сома инсайдер Романо Агрессидің айтуынша 28 миллион евроны құрайды. Манчестер Юнайтед құрамасында 36 жастағы португалдық шабуылшы жылына 25 миллион евро алады. Бұған дейін бақ Роналдудың агенті ойыншының Манчестер Ситиге ауысуы туралы келісімшартқа келіскенін хабарлаған болатын. Манчестер Сити Роналдуға жылдық жалақысы 15 миллион евро болатын 2 жылдық келісімшарт ұсынған. Бақтың хабарлауынша Криштиану Ман Сити сапына ауысуға дайын болған, бірақ оның ойын соңғы сәтте Мюдің бұрынғы жаттықтырушысы Алекс Фьюгерсон өзгерткен. Фьюгерсон Манчестер Юнайтедке қарсылас Манчестер Ситимен келісімге келуге жақын екенін біліп, Криштиану Роналдуға қоңырау шалды. Бұрынғы жаттықтырушы Криштің Сити сапында ойнауына рұқсат бере алмайтынын және ойыншының өз үйіне қайту керек екендігін айтқан. Осылайша Фьюгерсон өзінің сүйікті клубына көмектесуді жалғастыруда. Криштиану Роналду 2003-2009 жылдары Манчестер Юнайтед сапында ойнаған. Клубтың құрамында ол Англия Премьер Лигасының чемпионы және 3 рет Чемпиондар Лигасының жеңімпазы болды. Манчестер Сити PSG мен Жезус жайлы келіссөздер жүргізуден бас тартты. Global Esport хабарлағандай, Манчестер Сити шабуылшы Габриэл Жезустан айырғысы келмейді. Дереккөздердің хабарлауынша, PSG 24 жастағы футболшыны сатып алу туралы келіссөздер жүргізуге тырысқан, бірақ қалалықтар келіссөздерден бас тартқан. Парижді клуб бразилиялық ойыншыны Реал Мадридке ауысуға жақын Килиан Мбаппені алмастыру ретінде қарастырады. Өткен маусымда Жезус Сити сапында 42 ойын өткізіп, 14 гол және 4 нәтижелік пас берген. Оның нарықтық бағасы 60 миллион евроны құрайды. Манчестер Сити клубының 27 жастағы жұлдызы Бенджамин Менди 4 адам зорлау фактіне қатысы бар деген айыппен қамауға алынды. Бақтың хабарлауынша, зардап шеккендердің ең кішісі 18 жаста. Бенджамин Менди қалалықтардың сапына 4 жыл бұрын 52 миллион фунт стерлингке көшіп келген. Айып тағылғаннан кейін ойыншы Манчестер Сити сапынан босатылды. Кеше Честер магистрат сотында ойыншының ісі қаралды. Ол өзіне айып тағылғанда екі қолын кеудесіне айқастырып докта тұрды. Ол тек аты жөні, мекен жайы және туған күнін растау үшін сөйледі және ешқандай мәлімдеме жасамады. Аудандық судья Джек Макгард істі Честер корольдік сотына жіберді. Сот процесі 10 қыркүйекте өтеді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.